Сәлем достар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз деректер қоры кестелердің арасындағы реляциялық байланыс. Жалпы реляциялық байланыстарда негізі екі немесе одан да көп кестелердің арасында бағынышты қатынастар болуы мүмкін. Олардың негізгі кестесін ата ана, ал бағынышты кестесін бала деп атайды. Кестелердің бір немесе бірнеше жазбасы болуы мүмкін. Деректер қоры кестелердің арасында байланыстардың үш түрі бар. Біріншісі біреуден көпке, екіншісі біреуден біреуге, үшіншісі көптен көпке. Так, біреуден көпке байланысы ең алдымен біз осыны қарастырып өтейік. Біреуден көпке қатынасы. Біреуден көпке қатынасында негізгі кестенің бір жазбасы бағынышты кестенің бірнеше жазбасына сәйкес келеді. Соответственно, бізде негізгі кесте ретінде бірінші кесте болатын болса, оған екінші бір кестенің бағынышты кестенің яғни бірнеше жазбасы сәйкес келеді. Например, былай айтатын болсақ, біз бір актер, яғни бір актер, яқта актерлардың тізімі болсын. Актерлардың тізімі Джеки Чан, Джет Ли, Дженнифер Лопес деген сияқты актерлар болсын. Сол актерлар, актрисалардың яғни түскен кинолары бар. Яғни екінші бір кесте кинолары болсын. Сол кезде киноларда, например, бір актер бірнеше киноға түсуі мүмкін. Яғни осы кезде ол не болады? Біреуден көпке қатынасы. Себебі негізгі бұл жерде актерлар, яғни екінші бағынышты кесте ол кинолар. Себебі ол негізгі кестенің бір жазбасы екінші кестенің бір жазбасына сай келеді. Немесе бұл мысал ұнамаса, просто так жаттап аласың. Негізгі кестенің бір жазбасы екінші бағынышты кестенің бір жазбасына сай келеді деп. Біреуден көпке байланысын кейде көптен біреуге деп те атайды. Екі жағдайда кестелер арасында байланыс өзгеріс қылады деді. Байланыстың бұл түрі реляциялық деректер қоры үшін ең кең таралған бізде байланыс, ол бізде не болады? Выделение розы қойық. Байланыстың бұл түрі ең кең таралған. Біреуден көпке байланысы ең көп таралған. Ол деректердің иерархиялық құрылымын модельдеуге мүмкіндік береді. Келесі қатынас ол бізде біреуден біреуге қатынасы. Біреуден біреуге өте оңай, яғни актерлар, кинолар, яғни бір актер бір кинода түскен, бір актер бір кинода түскен. Соответственно, бұл не болады? Біреуден біреуге қатынасы. Бұл кезде негізгі кестенің бір жазбасына бағынышты кестенің несіді? Бағынышты кестенің бір жазбасы сәйкес келеді. Соответственно, мынаға мынау бірде бір деген сөз, значит, соответственно, біреуге біреу қатынасы. Егер так деректер қорының кестесі қосымша ақпаратын алсақ, осы қатынасты қолданамыз. Алайда бірнеше кестедегі өзара байланысқан ақпаратты оқу үшін бір кестеде сақталған деректердің ақпаратты оқудың бірнеше операциясы орындау керек деп айтқан. И біздегі ең маған керек сөйлем мына жерде тұр екен. Оказывается, бұл түрі біреуден көпке қатынасына қарағанда өте аз қолданады. Бұны түртіп аласыздар. Көптен көпке қатынасы. Көптен көпке қатынасы бұл значит мынандай болады. Бұл екі түрлі жағдайда былайынан болады. Негізгі кестенің бір жазбаға бағынышты кестенің бірден көп жазбалары сәйкес келеді деп айтқан. Так, несі выделиться етілмей еді. Так, бағынышты бір жазбаға бағынышты. Так, негізгі кестеге. Так, негізгі кестеге бағынышты кестенің бірден көп, яғни бірнеше кестесі жазбалары сәйкес келеді дейді. Еще бағынышты кестенің бір жазбасына негізгі кестенің бір жазбасы сәйкес келеді. Бұл кезде не болады? Көптен көпке болады екен. Жалпы байланыстардың осындай ғана үш қана түрі бар. Ал принципе біз алда осыларды практика жүзінде қолданатын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Our hearts beat to the city streets.
began to feel the fire.